Біздің милләтібіз бүтін дүнияда мәшітлер салдырып, аларны тәрбия қылушы милләт боларақ дан қазанды. Хатта дәхшәтлі ауыр бүйік ватан сугышы елларында да мәшітлерібіз ябылмаған ғана түгел, алар халықның рухи сағында тұрған, фронтқа ярдәм күрсәткән, имамнарыбыз мәшіт бусағасыннан Қызыл армия солдатларын хайыр фатихасын беріп, фронтқа ұзатып қалған. Сугыштан соңғы шырда да фронтовик имамнарыбыз, фронтовик мүтәвәлият ағзалары тырышлығы, тәуәкәллігі вә батырлығы білән бик аз санлы болса да, мәшітлер динні сақлап келді, рухи жіпні дин иреге ашылғанға қадар сузды вә 70 ел аша ике заманны бірге тұташтырды. Бұ сөзләрім бүйік ватан сугышы қырларында ятып қалған, сугышта қатнашқан, сугыш үшін тылда ауыр хизмәт қойған барлық ватандашларыбызның рухына дұға болып барса иді дейіп, Аллах Раббымнан сұрайым, қадірлі милләттәшләрім.